Сәлем достар, баршаңызға. Бүгін сіздермен бірге рогалики дайындайтын боламыз. Менің YouTube арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Рогаликтеріміз өте керемет, жұп-жұмсақ, үлпілдек болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер, міндетті түрде осы рецептпен ұнайды деген ойдамын. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай, қып-қызыл пышный болып шықты. Ал енді рогаликімізді дайындау үшін бізге сүт, жылы, қант, тұз, дрож, сары май, жұмыртқа және електен өткізілген ұн қажет болады. Сүтіміздің үстіне қантымызды, тұзымызды, құрғақ ашытқымызды салып, араластырып аламыз. Қантымыз бен тұзымыз ерігенше араластырып аламыз. Үстінен еріп тұрған майымызды құямыз. Майларыңыз бөлме температурасындағы жұмсақ май болса да бола береді. Және үстіне жұмыртқамызды қосып, тағы да кішкене араластырып, електен алдын ала мен өткізіп алдым ұнымды. Ұнымызды аз-аздан салып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қамырларыңыз кішкене қолға жабысыңқы болып шығады. Толық рецепті мен описанияға төменге қалдырып кеттім. Егер көп мөлшерде жасайтын болсаңыздар, 2 еселеп жасай берсеңіздер болады. Бір жасағаннан мінсіз бірден шығатын булочкалардың бірі. Сіздер де жасап көріңіздер, ұнайды деген ойдамын сіздерге де. Міне жұмсақ қамыр илеп жатырмын. Аз-аздан ұнымызды сала отырып, қолымызды салып, қамыр илейміз. Қамырымыз міне дайын болды. Үстінен сұйық майменен басып, июі қанғанша 5-6 рет басып илеп шығыңыздар. Дайын болған тестамызды пленкамен, пакетпен болмаса, стрейчпен осылай бетін жауып, жылы жерге орап, 1,5 сағатқа қалдырыңыздар. 1,5 сағаттан соң қамырларыңыз міне осындай болып ашиды, әп-әдемі болып. Мен тағы да 10-15 минутқа қайтарып илеп қойып қойдым. Қайта-қайтарылып илеген қамырларыңыздың булочкалары өте әдемі, үлпілдек болып шығады. Сіздер де міндетті түрде солай жасап көріңіздер. 15 минут уақытымыз өтті. Қамырымызды алып, өзімізге жайғанға ыңғайлы етіп, бөліп аламыз. Мен 2 орташа бөлікке және майда-майда рогаликтерге, ыңғайлы бөліктерге бөліп алдым. Қайтарып илеп қойып, шетке қалдырып қойып, бетін пакетпен жауып қоямыз. 2 үлкен қамырымызды, қалған майда қамырларымызды сопақша етіп, орташа қалыңдықта жайып аламыз. Жұқа етіп жайып жібермеңіздер, қатты қалыңда болып кетпесін. Арасына өздеріңіз қалаған начинкаларыңызды сала берсеңіздер болады. Осылай пакетпен жауып қойыңыздар, беті қаясып қалуы мүмкін. Осылай сопақша етіп жайып алдым. Мен арасына варенка салдым. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша варенье қоса берсеңіздер болады. Шетін басамыз осылай, пышақтың көмегіменен ұзынша етіп кесіп шығамыз. Қолымызбен икемдеп орап, ай тәріздес форма жасап, противенімізге пергамент төсеп қоя береміз. Міне тағы бір рет көрсетіп жіберейін. Варенкамызды салып, шеттерін басып, пышақтың көмегімен ұзынша етіп кесіп алып, қолымызбен икемдеп орап шығамыз. Міне осылай өте оңай жасалуы. Менде барлығы дайын болды. Противенмен салып қойдым. Тағы 10 минутқа қалдырып қойдым көтерілсін деп, бетін жауып.
Міне арада 10 минут уақыт өтті. Енді бетіне жұмыртқамызды сарысын ағымен қосып араластырып жағып шықтым мен. Және үстіне өз қалауларыңыз бойынша күнжіт, мак, қант ұнтағын сепсеңіздер де болады. Мен мак пен күнжітті араластырып сеуіп шықтым. Не осылай барлығына жағып аламыз. Күнжітімізді сеуіп шығамыз. Енді мен магымды сеуіп шықтым. Өз фантазияларыңызға байланысты әртүрлі формада себе берсеңіздер болады. Менің YouTube арнама тіркелмеген болсаңыздар, ұнап жатса комментарий қалдырып, лайк басып кетіңіздер. 180 градусқа қыздырып печкамызды. 30-35 минут пісіріп алатын боламыз. Рогаликтеріміз дайын, пісті, өте керемет, әп-әдемі, жұмсақ болып пісті. Назарларыңызға көп рахмет. Қош сау болыңыздар.